үстел теннисі пайдасы мол дара спорт түрі. Себебі ойнау барысында адамның көзі, қолы, тізе буындары шынығып, ойлау жүйесі ұшқырланады. Ал біз бүгін үстел теннисінің хас шебері, Қазақстанның 2 дүркін чемпионы Айназ Әділгереевамен бірге ойын ойнап көрмекшіміз. Ендеше бастаймыз ба? Кеттік. Бұл мемлекет басшысының өзімен теннис ойнаған Айназ ару. Алматы қалалық үстел теннисі орталығының ашылуында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы кішкентай спортшыға сәттілік тілеп, өз қолтаңбасы бар теннис ракеткасын сыйға тартқан болатын. Содан бері осы бір жеткіншек жайлы бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазды. Айназ Әділгереева 2010 жылы Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Болашақ ауылында дүниеге келген. Қазір Алматы қалалық 22-ші мектеп гимназиясының 6-шы сынып оқушысы. Осы жылғы 21 наурызда жаңа орталық центр үстел теннисінің орталығының ашылуында мен президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен бірге теннис ойнадым. Қатты қорықтым, қобалжыдым. Өзімді көрсете алмай қалам ба, дұрыс істемей қалам ба дегендей ой болды. Бірақ үрейімді жеңіп, дұрыстап ойнап, дұрыс ойымды көрсетуге тырыстым. Айназ спортшылар арасындағы үстел теннисінен жеке және жұп ойындары бойынша Қазақстан Республикасының чемпионы. Аралас жұп және топтық сайыстарда қола жүлдегер. Сонымен қатар үстел теннисі федерациясының жыл қорытындысы бойынша ең үздік спортшы деп танылған. Кейіпкеріміз тенниске кеш келгеніне қарамастан, 1-2 жыл ішінде өз қатарластарын басып озды. Оның спортпен шұғылдануына әкесі себепкер болған. Ең алғашқы жаттықтырушысы да осы кісі. Айназ үстел теннисіне 10 жасында келді. Ол біраз кештеу. Себебі тенниске балаларды 6 жастан бастап қабылдайды. Мен де Айназ секілді бұл спортқа 14 жасында келдім. Тіпті бастапқыда жаттықтырушылар үйретуден бас тартты. Айназбен де дәл осы жағдай. Мен де алғашқыда өз тобыма қабылдағым келмеді. Кейін қабілетін байқап, шешімімді өзгерттім. Айназ үйдің үлкені, 3 сіңілісі бар. Өзінен кейінгі 8 жастағы Лалагүл де теннис ойнайды. Әкесі Әділжан Әділгереев қызының жаттығудан қалмауын қадағалап, әр минутын тиімді пайдалануына қатты көңіл бөледі. Соның арқасында қызы мектепте де, спортта да үздіктердің қатарында. Таңертең біз 6-та тұрамыз. Таңертеңгі жаттығу сағат 8-де басталады. Мен сіңлім екеуміз, ричанымда келеміз. Сосын төменде киінетін жерде имитация жасаймыз жаттығудан бұрын. Одан кейін осында келіп жаттығамыз. Кешкі жаттығуға бара алмаймын. Себебі менде сабақ. Айназдың болашағы өте зор. Ол қабілетті қыз. Өз жасы бойынша Қазақстан чемпион атанды. Ересек қыздар арасында 9-шы орында, ал қатарластарының алды. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Енді Қазақстанның ұлттық құрамасына қосылады деп үміттенеміз. Еңбекқорлығы мен таудай талабы ескен Айназдың болашағынан жаттықтырушылары да зор үміт күтеді.